Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Асакаров ауданының тарихи өлкетану музейі сіздерге Асакаров ауданы аумағындағы тың және тыңайған жерлерді игеру сабағымен танысуды ұсынады. Тың және тыңайған жерлерді игеру Қазақстан тарихындағы ерекше кезең. Соның ішінде Асакаров ауданы үшін. Тың жерлерді игергенге дейін Қарағанды облысы мемлекетке астықты жылдары 5-6 миллион пұт тапсырған. Оның жартысын Асакаров ауданы тапсырды. Асакаров ауданындағы тың эпопеясы жаңа тың совхоздарын ұйымдастыру және жер мен учаскелерді іріктеуден басталды. Тракторист, Радниковский және де Теміртауский кеңшарларындағы 150 мың гектар тың игеру туралы шешім қабылдады. 1956 жылдың қысында колхоздар мен совхоздар басшыларының қатысуымен агрономиялық конференция өткізілді. Онда озық шаруашылықтардың тың жерлерді игеру тәжірибесімен бөлісті. Барлық ұсыныстар мен озық тәжірибелері асакаровкалықтармен ескеріп, 1956-58 жылдары серпінді болды. Тарихи өлкетану музейінің қорында біздің өлкеміздегі тың жерлерді көтеруге байланысты экспонаттар сақталған. Сонымен қатар, Ақтасты машина тракторының станциясының директоры Байғабылов Хайрулла социалистік еңбек ері атағына иеленді. Ал Яровой Григорий Васильевич болса 19-ші партсъезд атындағы колхоз төрағасы атанды. Жүздеген асакаровкалықтар еңбек ерліктері үшін ордендермен және де медальдармен марапатталды. Бір 1956 жылдың 20 қазанында КСРО жоғары кеңесі президиумның жарлығымен алғашқы тың игерулерді марапаттау үшін, тың жерлерді игергені үшін медальдары тағайындалды. Ережеге сәйкес тың жерлерді игергені үшін колхозшылар, совхоз, МТС, құрылыс және басқа ұйымдарының қызметкерлері Қазақстан, Сібір, Урал, Еділ және Солтүстік Кавказ аудандарындағы тың және тыңайған жерлерді игергені үшін, жақсы жұмысы үшін партия, кеңес, кәсіподақ және комсомол қызметкерлері медальдармен марапатталды. 1956 жылы Қазақ КСР мемлекетке 1 миллиард пұт астық тапсырып, оның ішінде 18 миллион пұтты Асакаров ауданы тапсырып, Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің құрметті қызыл туымен марапатталды. Тың эпопеясы кезінде көптеген еңбек сіңірген алғашқы тың игерушілер бүкіл одақтық ауыл шаруашылығы көрмесінің қатысушылары болды. Тың игерушілердің, яғни Козирот Андрей Ильичтің және де Екатерина Григорьевна Бабичтің куәліктері мен медальдары музей қорында сақталған. Көрменің мақсаты ауыл шаруашылық социалистігінің жетістіктерін насихаттау. Көрмені өткізу жыл сайынғы негізінде жоспарланған болатын. Ал медальдарға келетін болсақ, барлық медальдар алтынмен немесе күміспен томпақтан жасалған. Тың жерлерді игеру дала және орманды дала экожүйелеріне кері әсерін тигізді. Ондаған миллион гектар түрлі табиғи аймақтар, сондай-ақ жайылымдар мен шабындықтар жойыла бастады. Су қорғау аймақтарында тың жерлерді жырту беткейлердегі топырақтың эрозиясына әкелді. Жануарлар мен өсімдіктердің жаппай жойылуы, ауыл шаруашылық техникасын тікелей әсеріне де, пестицидтер мен тыңайтқыштарды қолдану нәтижесінде де. Сонымен қатар, егеу құйрық немесе қарғалар сияқты және синотропты жануарлар түрлерінің көбеюіне байланысты болды. 50-ші жылдардағы соғыстан кейінгі елдің қалпына келуі неғұрлым жан-жақты көзқарасты қажет етсе де, Хрущевтің үкіметінде тың игеру идеясы жалпы мағынада және экономикалық есептеулерден басым болды. Бірақ тыңның идеологиялық рухы болды. Адамдар саналы түрде еңбек ерлігіне барды. 1966 жылы Ортман Екатерина Антоновна Восход кеңшарының сауыншысы,
1967 жылы Петров Иван Иванович интернациональный колхозның тракторшысы, және де 1973 жылы ткач Александр Никифорович 19 партиест атындағы Кеңшардың тракторшысы, социалистік еңбек ері жоғары атағына ие болды. Октябрь революциясы орденімен Коваль Арсентий Иванович марапатталды. Иван Иванович Иванов еліктеудің жарқын мысалы болып табылады. Ленинградта ауыр жараланғаннан кейін де 1943 жылы коллективный колхозында еңбек жолын бастады. Екі аяғынан айырылып қалса да, ол егін жинауға лайықты үлес қосып, тракторлар мен комбайндарда жұмыс жалғастырды. Ауыл тұрғындары үшін, әсіресе жастар үшін ол еңбек ерлігін, нағыз адам мінезінің ұлылығына үлгі болды. 1972 жылы Иван Иванович социалистік еңбек ері атағын алды. Тың игеру жылдарында Асакаров ауданда 200 мың гектарға жуық тың және тыңайған жерлері жыртылды. Аудан Қарағанды облысындағы ірі астық өндіруші болды. Осымен біздің өз сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.